оқулықтарды қазақшаландырып, қазақ армиясын қазақша оқыту қашан басталады бізде? Қашан басталады деген сұрағыңа жауабым ол басталып кеткен. Соғыс тәсілдерінің бәрін зерделеп жатырмыз. Ауызша берілгенде, жазбаша берілгенде екеуінің күші бірдей. Мен сіздерден бірінші рет естіп тұрмын, улан-удайдан вертолет сатып аламыз деген. Қазақстандағы әскери жоғарғы оқу орындарында курсанттар бірінші курсқа келгеннен бастап орысша оқуға мәжбүр. Оқулықтардың, әскери оқулықтардың бәрі орысша оқылады. Енді ауылдың балалары бұл қаншалықты игеріп жатқанын кім біледі? Енді сіз қалай ойлайсыз, осы оқулықтарды қазақшаландырып, қазақ армиясын қазақша оқыту қашан басталады бізде? Қазақ армиясын қазақшаландырып оқыту қашан басталады деген сұрағыңа жауабым ол басталып кеткен. Бүгінгі таңда 70%-ға дейін барлық оқу орындарында қазақ тілінде білім беріледі. Оқулықтарды айта кететін болсақ, мысалы, әрбір техниканың БМП-2-ні алатын болсақ, оның технические описание, инструкция по эксплуатации дегені бар. Ол әлі өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ, сондықтан ондай оқулықтар бар. 70%-ға дейін бүгінгі күнде қазақ тілінде білім беріледі. 70%, иә? 70%. Ал ол пайызды көтеру, мысалы? Көтеру жоспарда тұр. Жақсы. Жақында әскери сарапшылардың бірі Кенесары хан қазақ армиясының символы болу керек деп пікір айтты. Сіз қалай ойлайсыз осы жөнінде пікіріңіз? Оның барлау қызметі, соғысу әдісі бәрі арнайы оқулық болып шығарылып, қазақ армиясының символына айналу керек деген пікір айтылды. Сіздің өзіңіз осы қазақтың соңғы ханының өмірімен, күресімен таныссыз ба, және қалай пікір айтасыз осы жөнінде? Кенесары ханның өмірімен таныспын. Және де бүгін біз Кенесары ханның соғыс тәсілдерінің бәрін зерделеп жатырмыз. Тарихтан шығарып, қазбалап. Бірақ әр эксперт өзінің ойы бар, денесі бар. Ол қазақ әскерінің символы болатын алғы таңда уақыт көрсетеді. Тағы қандай, мысалы, қазақтың, мысалы... Сағадат Нұрмағамбетов. Солардың тәжірибесін зерттеп жатсыздар ғой? Бауыржан Момышұлы. Барлығының ерте тарихтағы, орта тарихтағы, кейінгі тарихтағының бәрін зерделеп жүрміз. Скажите, пожалуйста, владеете ли вы вот статистикой по солдатам, срочникам и контрактникам, которые вот у нас за прошлый год и за этот совершили суицид? Потому что сейчас складывается такое впечатление, что статистика выросла, и вот хотелось бы узнать у вас, конкретно вы какое-то понесли, может быть, дисциплинарное наказание, как заместитель министра, который курирует непосредственно воспитательную работу? Статистика бізде бар, бәрін қарастырамыз. Бірақ статистикаларда алдында айтқандай, 2020 жылдан бастап мерзімдік әскери қызметшілер 12 мыңға дейін көбейгенмен статистикада өлім жетім төмендеп жатыр жыл сайын. Жазалану туралына келетін болсақ, қорғаныс министрінің бұйрығы бар. Сол жерде барлық дисциплинарлық ұстап жарғы бойынша барлық жазалар қолданылды. Что конкретно к вам было применено, можете сказать? И вот вы говорите, статистика есть, но можно на цифрах? Сравните вот последние 3 года. Цифрларды қателесіп кетуі мүмкін. Менің ойым бойынша былтырғы 2024 жылда суицид 3 адам. Әлеуметтік желіде таралған 272-90 жыл сайын ол бұрмаланған цифрлар. Это вы и по срочникам, и по контрактникам, да, говорите? Жоқ, тек қана мерзімдік әскери қызметшілер. Срочники, а по контрактникам? Оны қазір мен қолымда құжат жоқ, сізге жазбада түрде жауап береміз. А по наказанию скажите, конкретно к вам что было, какое-то было наказание применено? Ескерту алдым. Замечание, да? Одно. Устное или письменное? Можете как-то пошире рассказать? Потому что, ну, казахстанцам интересно, наверное, знать, вообще в Министерстве обороны принимают какие-то меры в отношении офицеров, в отношении Қарулы күштерінде жарғы бойынша ауызша берілгенде, жазбаша берілгенде екеуінің күші бірдей. Ну,
у вас понизилась зарплата? Как это отразилось на вас? Вот просто замечание от министра и все, получается так? Соның өзі алға қарай жұмыс істеуге маған жеткілікті. Мгм. Понятно. Мой второй вопрос. Вот в Актубе была ситуация, когда срочника ударили по голове из-за насвая. Он потерял слух, и ему была компенсация от Министерства обороны, но она была мизерная. Срочник, он сообщал, что он не согласен с суммой компенсации, учитывая, что человек на всю жизнь, молодой человек, потерял свой слух. Скажите, пожалуйста, вот пересматриваете ли вы и планируете, возможно, пересмотреть вот суммы компенсации, учитывая, что такой урон здоровью солдатам был нанесен? Сұрағыңызға рахмет. Біз барлық компенсация төлемақыларды Қазақстан Республикасының заңында бекітілген бойынша өтейміз. Қазақстан Республикасы заңдарында бекітілген және соттың үкімімен. Одан артық болмаса кем төлеу қорғаныс министрлігінің құзыретінде емес. Жаңа сұрағыңыздың соңғы жағына тоқталатын болсақ, ол компенсацияларды басқаша қарастыру қорғаныс министрлігінің жоспарында бар. Ну, до каких размеров? Қарастыру жоспарында бар. Мен қазір сізге нақтылап айта алмаймын. Ну вот смотрите, солдату, да, сейчас 18 лет, он потерял свой слух на всю жизнь. Ему выплатили 2 миллиона. Вы думаете, что этого достаточно для того, чтобы компенсировать человеку отсутствие важного органа вот на всю жизнь? Что вот он должен делать после того, как эти 2 миллиона закончатся? Он на эти деньги может только слуховой аппарат купить. Тағы да қайталап өтемін сізге, төлемақыларды бізге Қазақстан Республикасының заңдары мен соттың үкімімен бекітілген. Одан артық төмен төлеуге қорғаныс министрлігі құзыретті емес. Когда вы будете пересматривать? Вот вы говорите, что у вас есть в планах пересматривать суммы компенсации. Жоспарда бар, осы 2025 жылдың жоспарында бар қарастыру. Недавно стало известно о том, что в колледжах казахстанских студентов будут обучать конструировать дроны, строить дроны. Можете подсказать, речь о военных дронах идет? И если да, то вот там было сказано о том, что это будет использовать для этого опыт Китая. Можете подсказать, почему именно опыт Китая будет использоваться для построения вот этих дронов? Сіздегі ақпарат бұрмаланған, тек қана Қытайды қарастырып отқан жоқ, Қазақстан Республикасының қарулы күштері. Көптеген мемлекеттерді қарастыруда, соның қайсысы техникалық характеристика жағынан ыңғайлы біздің қарулы күштеріне. Соны қарастыратынбыз. Одан бөлек біз тек қана сырттан алу емес, өзіміздің елімізде жаңағы ұшатын аппараттарды құрастырып шығару, өзіміздің локацияға жасауға мән береміз, көбірек басымдылық береміз. Колледждарда ол болашақта болады деп айтуға болмайды, ол бүгіннің таңның өзінде бар. Әрбір колледждерде ағарту министрлігімен, білім министрлігімен ұйымдастырылып отырған. Ал әскери кафедралар келетін болсақ, осы Астанада IT университетінің кафедрасында, әскери кафедрасында ол жұмыс қолға алынды. Өздеріңізге мәлім, осыдан бірер күндер бұрын қорғаныс министрі ол жерге барып, көп тапсырмалар қойылды. Получается, уже сейчас в университетах на военных кафедрах этому обучают, а в будущем еще будут в колледжах вводить, да? В школе? Нет, не в школе, в колледжах. Өзі мамандандырылған колледждерде ол уже бар. Скажите, пожалуйста, есть ли у Минобороны планы по закупке российских военных вертолетов, которые производят в Улан-Удэ, в Бурятии? И если да, то как быть с риском вторичных санкций? Я объясню, почему спрашиваю. Посол Казахстана в России Даурен Абаев недавно посетил Республику Бурятия, и вот ему активно, скажем так, рассказывали про эти самолеты, глава Республики Бурятия. Вот нету ли этого в планах у Минобороны? Қазақстан Республикасының үкіметі, соның ішіне кіретін қорғаныс министрлігі екінші қайтарым санкция алмау жолдарын мұқият қадағалап отыр. Ал жаңағы сіз айтқан адресной Улан-Удэ, ол басқа жоспарларды мен сізге жазбаша түрде жауап беремін. Мен сіздерден бірінші рет естіп тұрмын, Улан-Удэден вертолет сатып аламыз дегенді. Сондықтан мен сізге жазбаша жауап беремін.